Елорда тұрғындарының 88% мұсылман, 8,6% православие дінін ұстанады. Бұл 18 бен 60 жас аралығындағы азаматтар арасында өткізілген сауалнаманың нәтижесі. Қалада 14 конфессия мен 54 діни бірлестік орналасқан. Олардың өз дінін дәріптеп, еш кедергісіз қызмет атқаруына барлық жағдай жасалған. Яннат Низамуддинова Елордадағы татар-башқұрт этномәдени орталығының мүшесі. Ол орталықтағы қызметінің аясында татар халқының ұлттық дәстүрлері мен дінін дәріптеп, жастар арасында оны кеңінен насихаттап жүр. Оның айтуынша 1887 жылы қалада татар халқының мешіті салынған. Өкінішке қарай кеңес дәуірі кезінде бұл ғимарат бұзылды. Алайда осыдан 3 жыл бұрын Елорда әкімдігінің қолдауымен бұл мешіт қалпына келтірілді. Республика даңғылы мен Абай даңғылында біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың екінші жасыр мешітіміз болған. Қазір сол мешіттің заборы мен қайық қалыпты. Осында ремонттар жасап. Татар-башқұрт орталығы мүшелерінің пайымдауынша біздің елде тұратын этностардың өз дінін ұстанып, оны насихаттауға еш кедергі жоқ. Түрлі конфессия өкілдері үнемі өзара тығыз байланыста. Олар қалада жиі ұйымдастырылатын діни диалог алаңдарында кездесе алады. 54 діни бірлестік бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста құрметпен, бейбітшілікпен келісімді орнатып жатыр деп айтсақ болады. Елордамызда, яғни елімізде бізде әкімдік тарапынан диалог алаңы бар, осы діни бірлестік басшыларымен. Сол диалог алаңының аясында үнемі кездесіп отырамыз. Сол, яғни осы кездесулердің арқасы деп ойлаймыз, осы діни бірлестіктердің бір тудың астына бірігіп, яғни татулықты, бірлікті, бейбітшілікті насихаттау. Дәл қазір ел астанасында өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі осы бағытта атқарылатын жұмыстың айқын бір көрінісі. Алқалы жиын халықаралық деңгейде конфессияаралық келісімдерді нығайтып, алуан түрлі діни қауымдастықтың қарым-қатынасын реттеуге сүбелі үлес қосты. Дариға Ташенова, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24.